Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Қалдарың қалай? Жақсыңдар ма? Келе жатқан жап-жаңа жылдарыңмен. И менде сіздерге айтатын керемет жаңалығым бар. Доктор Стрэндж мультивселенная безумияның трейлері шыққан болатын. Өзімнің реакциямды қазір жасайтын боламын. Қазір көретін боласыздар. И дайын болсаңыздар, кеттік бірге көрейік. Менің реакциям болады қазір доктор Стрэндж мультивселенная безумияның трейлеріне ең алғашқы жалпы трейлері шыққан болатын. Егер сіздер дайын болсаңыздар, кеттік бастайық. Не сотворяй то заклинание. Это слишком опасно. Почему? Мы нарушили стабильность пространственно-временного континуума. Мультивселенная. Это концепция, которой нам известно пугающе мало. За надругательство над реальностью последует кара. Это был единственный выход. Но никогда я не желал, чтобы все вот так обернулось. Ванда. Я знала, что рано или поздно ты объявишься. Я оступилась, и пострадали люди. Я здесь не из-за кризиса в Вествью. Тогда что тебе нужно? Твоя помощь. С чем? Что ты знаешь о мультивселенной? Мне жаль, Стивен. Надеюсь, ты понимаешь. Главная угроза нашей вселенной — это ты. Ситуация вышла из-под контроля. Вышла из-под контроля. Қараңыздар, зая версия доктор Стрэндждің түрі. Ё-моё. Не ожидал так. Доктор Стрэндждің логотипі кішкене өзгерді. Чем бұрынғы жағынан. Керемет екен. Мен жазапты. Бұл фильмді айтайын. 2022 жылы майда шығады. 6 майда, по-моему, егер қателеспесем. Күтеміз бұл фильмді. Әрине мен барамын бұл фильмге тоже. И екінші түрлері шығуы керек. По-моему, қателеспесем, егер жақын күндері шығады деп айта алмаймын. Енді инсайттардан жаңалықтар күтейік. Бұл түрде өзімнің жалпы толықтай шоу жасап кететін боламын. Сол видеомды күтіңіздер, қараңыздар и каналға жазылуға ұмытпаңыздар и лайктарыңызды аямай басып кетіңіздер. Сіздермен бір болуға мен дайын кезде таңызда. Давайте!